Кейде шіркін өмір дейсің. Осындай бір ойлы сәтте түркменнің ұлы классигі Мақтұмқұлының бір екі-үш әніне, өлеңіне, ән романс жазған сәтім есіме түседі. Сонда мынандай жол бар. Құшақ жайып қарсы алған заман өтіп барады. Базарлы шақ ән салған қалай кетіп барады дейді. Сол толассыз ағылған мезгілдің бір сәті менің өмірімдегі оқушылық кезім. 1953-54 жылы. Сол кезде Шолақтау деп аталады. Фосфорит кенінің жаңағы өндіретін орны. Қазір оны Қаратау қаласы дейді. Сол Шолақтаудағы жаңадан салынған бір сәулетті мектеп Сталин атындағы мектептің 10-шы классында оқып жүрдім. Мектептің директоры Әлкен Жылқайдаров деген, өзі арқаның адамы, өте білімді, кең тынысты, эстет адам, өзі русовед, орыс тілінен, орыс әдебиетінен береді. Сол кісі мектептегі оқу жұмысын өте үлкен деңгейде жаңағы жан-жақты білім алудың бүкіл мүмкіндігін ашып, өзі тікелей араласып, біздің әрбір сол кездегі біз сияқты балалардың қайсының қандай қабілеті барын соны біліп, жеке сөйлесіп, әңгімелесіп жүретін. Сол кездегі ұстаздарды айтсам енді бәрі де сондай бір ғажап адамдар болды. Таза кісілер солар. Кристалдай таза. Сосын сондай өздерінде бір қазақы, байсалды, салмақты, ойлы мінез бар да, қазақ қоғамын ұстап жүрген керемет адамдар екен деп қазір ойлап қараймын соларды. Математика, физикадан беретін Ауданбек Көбесов. Кейін осы Алматыда математиктер тарихынан Әл-Фарабилердің жаңағы керемет математиктердің өмірінен қорғап, осы академияда қызмет етті. Мен сол кісі мысалы, өзі математик болса да, әдебиетке, өнерге, мәдениет, сурет, музыкаға сондай ілтипат, ізеті, сондай ынтасы керемет болды. Сөйтіп жүріп, сол кезде әлі үйленбеген, біздерге ерекше не болды, ұйытқы болды. Сонда бізбен бірге оқыған балалардың қазір қарасам, біразды дүниеден өтіп кетіпті. Менің сол достарым қазір тірі жүрген, өмірде үлкен қоғамда, мемлекеттік деңгейде үлкен қайраткер болып жүрген белгілі ғалым, ғұлама ғалым Мырзатай Жолдасбеков екеуміз бір класта оқыдық. Мырзатайдың сол кездегі әдебиетке, өнерге ынтасы ерекше болды. Мына Қабырға газетін шығарады, сөйтіп мектептегі өмірді жазады, қызықтығып жазады. Көбінесе өлеңмен келтіреді кейбірін. Ал мен сол кезде суретті көп салап, мен көркемдеп сурет жаңағы газетті көркемдейтін мен. Енді сол кезде солай газет шығарып жүрген кезде бір күні бір өте жаңағы бір сондай мінезі қаталдау, сыптай, өзі сәулетті адам қарап тұрып, Құтар Исабал деді. Сосын Мырзатай етті. Он стоит. Как тебя зовут? Илья Жақанов. Зайди ко мне деді. Содан бастап бұл атақты Ленинградтың атақты суретшісі Храбковский екен. Сол кезде ссылка дейді ғой енді. Сол кезде сол бір нәрселердің жазықты болып, жер аударылып жүр екен. Сөйтіп сол кісінің сурет салу дәрісін алып мен, солай суретке алғашқы менің көзімді ашып, суреттің алғашқы әліпбиін түсіндірген осы
Храпковский болды. Енді сол кездегі бізбен қатар оққан балалар Айнақұл, Нышан, екеуі де математик болды, мықты. Әпсейт дейді, сосын Айтбек, қыздардан Бәкіш, сондай осы өте не болды. Енді осы мұғалімдердің ішінде бізді әдебиетке ерекше тәрбиелеп қызықтырған адам Шынар Сарыбасова дегенсіз. Ол да өзі мынау сол кездегі үлкен атақты ғалымдардан дәріс алған, тәрбиесі күшті, қазақ, орыс әдебиетін қатар меңгерген сондай жан-жақты білімді апай болды. Міне осындай кісілер, мен оқуды бітірер сәтте, біз енді шығарма жазамыз ғой. Маған шығармада Жамбыл поэзиясының көркемдік ерекшелігі деген тақырып келді. Соны мен 5-ке жазып шықтым. Содан жаңағы мектеп директоры Әлкен Жылқайдаров, сосын жаңағы математик, Ауданбек Көбесов, Шынар Сарыбасова, үшеуі маған жаңағы жақсы мінездеме беріп жатқанда маған айтқаны: Алматыға барасың, оқуды таңдағанда сенің ыңғайың Сергей Миронович Киров атындағы Қазақтың мемлекеттік университеті, КАЗГУ. Соның филология факультетіне бар, деді. Кейін енді осы бітіріп шыққаннан кейін Алматыға келдік қой. Алматыға келгенде әрине жаңағы бар ықыласым филология. Ал бірақ суретті де жай сала берем. Суретті оқу керек пе, керек емес пе, ол менің ойымда жоқ, ол санамда жоқ. Ал еш уақытта тастамаймын сурет. Содан мен документті тапсырып жатқанда Мұқаш Жақыпбеков деген ағам айтты: Ильяның байқайым ыңғайы филология. Ал ол кісінің үлкен ағасы Ақаш Әбежанов деген туған ағасы сол кезде бір переселение дейді. Бір көші-қон мекемесінің бастығы Қазақстанды көп аралайды. Ол кешегі соғыс кезінде Тегеран конференциясы болды ғой. Сонда Сталин, Черчилль, Рузвельт үшеуі қатысқан конференцияда Рузвельтке жасалатын қастандықтың секретін, құпиясын ашқан өте сол кездегі жап-жас офицер, сол керемет қызмет үшін жаңа капитан деген атағын алып, содан кейін майданға, соғысқа өз сұранып қоймай соғысқа кетеді. Соғыс енді мына келіп жаңағы мекемені басқарып отыр Алматыда. Сол кісі айтты: Ай, мен осы сендер КАЗГУ деп атсыңдар Ильяны. Мен ойлаймын, Илья суретші болады. Сондықтан анау Ленинградтан Көркем сурет академиясының педагогтары жүр, қазақтың талантты балаларын Ленинградқа оқуға аламыз деп. Давайте деп сөйледі. Өзі орысша сөйлейтін адам. Давайте. Солай не қылайық? Оқысын сыртқа барып. Үлкен суретші болады деп сөйледі. Сол кезде бір жағы кеше соғыстан 8 жерден жараланып келген әкем мен сияқты оқуға түсіп атқанда келді да жаңағы Каспийдің сырттай оқуына түсіп оқу жүрген кезі сол кісі әр ойланып бір ойланып: жоқ, Ильяны алысқа жібермеймін. Өз филологиясына түссін, әдебиетке де жақсы, сондықтан алысқа жібермеймін баланы, деді. Ақырында сол ойдың бәрі өзінің жай-жайына қалды да мен университетке оқуға түстім. Оқуға түскенде ең қызығы шығарма жазғанда тағы да Жамбылдың поэзиясының көркемдік ерекшелігі.
тағы да 5-ке жазып шықтым. Міне. Сол кездегі тапсырылған экзамендердің кейбіреуі филологияға мүлде қатысы жоқ. Мысалы, географиядан тапсырдық. Сонда маған географиядан жаңағы экзамен алып тұрған мұғалім, мына екі өзенді көрсетші, мынау қандай өзен деді. Қартадан. Қарап тұрмын. Волга деп жазып қойыпты. Мынау Еділ дедім. Енді Жайық деген екінші өзен, мынау өзен қандай өзен деді. Орал деп қойыпты. Мен оны Жайық дедім. Сөйткенде әлгісі резко осылай сәл бүйтіп. Көзі бір түрлі болып кетті. Көзіне жас келді ма, көзін осылай ұстады да, әкел деді. Жаңағы экзамен қағаз бар ғой, лист дейді ғой, экзаменационный лист. Әкел деді. Сөйтті да 5 қойып берді. Сонда менің анау картаны әкей географ болатын. Жаратылыс, биология бәрінен береді. Сонда ылғи жаңағы бүкіл картадағы өмірдің бәрін әкей ылғи ыждағатпен айтып, әрбір өзен, әрбір су, әрбір теңіз, әрбір көл бәрін сөйтіп отыратын. Сол кездегі Волга деп жазылған өзендерді Еділ, Орал деп жазылған өзенді Жайық деп айттық. Сөйтіп университетте менің оқуым басталды. Университеттегі мұғалімдарымыз кімдер? Біздің бағымызға сол бір кезең, біздің өміріміздің ең бір бақытты кезеңі болды. Соғыстан кейінгі жылдар, қиыншылық жылдар, жоқшылық, барлығы тауқымет, шаш етектен болса да, қиналып жүрсек те, жаңағы жарты құрсақ болып бүрсеңдеп жүрсек те, біздің бүкіл көңіліміздің тоқтығы алып жатқан білімімізде екен. Кімдер олар? Абайы ведение дейді. Абай тану ғылымынан Мұхтар Әуезов. Сол кезде ұлы адам Абай жолы эпопеясымен даңққа бөленіп жатқан кез. МГУ, САГУ, КАЗГУ 3 университетке бірдей лекция оқиды. Сол ғажайып адам бізге Абай тану ғылымынан дәріс берді. Дәріс деген сөздің ең алдымен қандай мәні бар екенін ең алдымен біз осы Мұхтар Әуезовтен ұқтық. Басқалары сабақ дейді, бұл кісі дәріс дейді. Сөйтіп Мұхтар Әуезовпен өткен бұл сабақты енді қазір мен оны таратып айтам. Енді сол кезде Мұхаңмен бірге деңгейлес қазақтың атақты ғалымдары, академиктер Смет Кеңесбаев, Мәулен Балақаев, Жұбаныш Аралбаев, Ибрагим Маманов, атақты Маман әулетінің ұрпағы Ибрагим Есенқұлович дейді, бізге куратор болды. Солардың енді қатарында Есмағамбет Исмайылов, Темірғали Нұртазин. Мені осы кісілерге ылғи ілесе жүретін осы кісілердің тобындағы мұғалімдердің ішінде ерекше кәдімгі бізге өзінің бүкіл болмысы, жаратылысы, мінезі, сосын бүкіл өзінің білімі, бойындағы эстеттік қасиетінің бәрі бізге өте жақын адам. Бұл Зейнолла Қабдолов болды. Жас жайнап тұрған кез, сол кезде Ұшқын деген повесі шығып, кәдімгідей жақсы, кәдімгі пікір тудырып атқан кез болатын. Міне, сосын Қанапиева деген апайлар болды. Ой, қандай ғажап адамдар. Есімдегі әркез бүкіл өмірімнің саналы болуына, бізді ойлы жүрекпен өмірді сезінуге тағылым берген адам бұл Мұхтар Әуезов. Абай ведение дейді, сонда
Абай романын жазған хикаясының бәрін айтып отырады. Зерттеу жұмысының қандай екенін. Біз бір ертегі, таңғажайып ертегі дүниесін тыңдап отырғандай боламыз. Сосын ол кісі романға кірген, кірмеген кейіпкерлер бар ғой, оқиғалар бар. Неше түрлі кәдімгі өзінің жүрегінде қалған құпия сырлар бар. Соның бәрін еме жарқын отырып, емен жарқын емес, қазіргілер емен жарқын дейді. Еме жарқын отырып. Өйткені әдеби нормада біз сол үшін еме жарқын деп оқыдық. Міне, емен жарқын деп соға береді қазіргілер. Сондай сол кісінің Абайды танытуы бізге. Бұл өмірдегі ең бір еш уақытта ұмытылмайтын, қайталанбайтын, ешбір құдіретті адамның қолынан келмейтін бір ұстаздық ғұлама. Ғұламаның бізге берген тәлім тәрбиесі болып, өсінге дейін толғандырады. Кейде ойлап отырам, шіркін-ай осы сабақтарды дәл қазір. Мұхаңдай болмасақ та біз дәл осы қалдында жүргізсек, бүгінгі ұрпақ қандай қабылдар еді Абайды, керемет болар еді Абай. Деп таң тамаша болып, өзің сүтте үйіп отырып, үлкен қиялға, романтикалық сезімге берілесің. Ол кісі сабаққа келеді, келгенде үлкен қоңыр портфель бар. Сол қоңыр портфельді келіп қасына қояды, кейде алдына ұстап отырады. Сосын сәл қисайыңқырап отырады. Сосын балалар, бүгінгі дәрісте біз Абайдың төңірегіндегі қарсы топтарға бүгін экскурсия жасаймыз. Солардың кім екенін айтамыз. Деп өстіп отырады да, алғашқы 3-4 минутта, кейде 7 минутқа қозғалақтап өзін-өзі келе алмай қояды. Өзіне булығып, іштегі лықсып келген бір ойларын реттей алмай отырма. Осылай отырып деп отырады. Сосын маңдайы қоладай жарқырап, бір көз алдында бір үлкен кәлгі кімдер гректің атақты скульптурлары жасаған бір бейне сияқты, бір портрет сияқты отырады. Және отырысы кәрі қыран сияқты. Мол, денесі мол. Ал сол кездегі киген киімін біздің мұғалімдердің ішіндегі ең киген киімінің озық үлгісі осы Мұхтар Әуезовте болды. Қазір ойлана қарасақ, өте сол кезде интеллигенттік мәдениеттің ең жоғарғы дәрежесі сапасында киінетін өте озық ойлы адам екендігі қазір таңғалдырады. Сол Мұхтар Әуезовке қарап, жаңағы бізге жетекші болған Ибрагим Маманов, Есенқұлович, сол байдың тұқымы, атақты байдың тұқымы, мына Жетісудағы сұмдық аристократ адам. Мінезі де, лебізі де, білімі де қай жағынан болсын, Құдай кең пішіп берген керемет адам. Енді әдебиетті бізге, орыс әдебиетіне әбден, қазақ әдебиетіне әбден жан-жақты қанықтырған адам Темірғали Нұртазин болды. Бұл да аристократ, бірақ мінезі қатал. Отырады да, Пушкиннен бір шумақ өлең білесің ба, айт жіберші дейді, кез келген балаға. Отырып қалады. Сен келесі сабаққа дейін Лермонтовтың ой деген өлеңін жаттап айтып келесің. Сонда осындай енді бізді жаңағы әдебиетке қызықтырған сол кісілердің әсері өсінге дейін таңғалдырады. Әдебиет теориясынан көзі мөлдіреп, ботадай мөлдіреп, осы өзінің зипа бойында бір міні жоқ. Зейнулла Қабдолов. Ол кісі Мұхтар Әуезов қалай киінсе, ол кісі де солай киінуге тырысатын болу керек. Ол кісі де атақты әлгі адам болмаса да, үлкен жалақысы болмаса да, бірақ бүкіл зипа бойында бір тазалықтың,
сондай бір инабаттылықтың, озық мәдениеттің үлгісін көрінете тұратын. Осы ұстаздардан алған дәрісіміз өз күнге дейін бізге рухани азық сияқты. Міне университеттегі алған білім, әр сабақтың өзінің қандай деңгейде өтетіні, әрине ол ұзақ әңгіме. Алғаш студент болып жүрген кезде жазған әнім, бұл 56 жылдан бастадым. Қасым Аманжоловтың төртасы болғанда отырсын жігіт, нені ойлап, кімдің атын жазасын қайта шимайлап деген өлең. Сол кезде орыс композиторларының сюжеттік әндері ерекше қызықтыратын бізді. Сол әсерден туды осы ән. Одан кейін Абай романын оқып жүрген кездегі жаңағы айтқан салтанат хикаясы бар емес пе Абаймен. Сол салтанатты, сол екінші әніме салтанат деп атадым. Бұған кейін кім сөз жазды? Қадыр Мырзалиев. Сөйтіп, өзінің алам деп сүйіп жүрген қызды аты Сағатай екен, оны өзгертіп, салтанат деп өзгертіп алды. Сөйтіп, әйелдің аты салтанат болып кетті. Міне сол салтанат, Аққайың деген әндерім алғаш шыққанда, консерваториядан бір педагогтар келіп, біздің концертімізді көріпті. Сөйтіп, менің әндеріме ерекше қызығып, осы университетті бітірер сәтте, осы баланы бізге оқуға жіберіңіздер деген. Сосын, мен бітірер кезде Сырбай Мәуленов лирикасынан диплом қорғадым, жақсы қорғадым. Ұстазым Бейсенбай Кенжебаев ғажайып, өте ғұлама ғалым еді. Мына жаңағы үлкен ұстаздардың ішіндегі беделді ұстаз. Міне, ақырында сол бітірген сәтте маған еркін диплом берді. Сөйтіп, консерваторияға мен оқуға түсуге талаптанып, сол кездің өзінде 20 шақты ән жазған екем, соның ноталарын жинақтап, енді консерваторияға түсем деп, солай қамданып жүрдім.